Кейбірлері бізді адат қылып алғанбызда 27 Рамазанды ғана қадір түнін тосыпчы. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламды сахих хадистерінде келет, ақырқы 10 күндің тақ түндерінде іздегіле дегенде. Демек 21, 23, 25, 27, мұнаке 29. Ушу 5 түні ким ұқтава ибадат қылып шықса, шек күмөнсіз 100% деп айтсақ болады, қадір түнді қолына алды да, бұға бұйырды деген сөз да. А только 27 болып қалса, эми көпчүлүгү, бирок конкретно чечкен эмес буга. Кээде 23 да болуп калат, 21 да болуп калат, ошон үчүнчү. Макулбу? Азыр мына 8 май деп атабы? Получается, бул 8 май, 6 май, 4 май, 2 май. Мынакей. 2 май түнү, 4 май түнү, 6 май күнү түнү, 8 май күнү түнү, 10 май күнү түнү. Ушул 5 түнү уктабай ибадат кылып отурган болсо, Кудай кааласа, иншалла, сөзсүз соогун алат.